Амалсыз баласына келінді алып келуді сұрады. Бірақ Санат келісер емес. Әкеме қол көтерген, отбасымда адам құрлы көрмеген, сыйламаған әйелдің маған қажеті жоқ, деп бірден бас тартты. Айнагүл апа кімге барып мұңын шағарын білмеді. Анда-санда келіп тұратын қыздарынан алғашында жасырып жүрді. Жұмыс басты, олар телефонын шалғанда немесе үйге келгенде жеңгелерін төркінге қыдырып кетті деп ойлайтын. Бірақ қашанғы жасырсын, қашанғы төркінге кетті деп ойлайды. Сезіктенген кіші қыз мән-жайды білгенде бірінші болып ағасына жаны ашыды. Екі баласын ойлап жүнжіп кетіпті. Үйдің тірлігін бүкшеңдеп істеп жүрген анасын көріп көңілі босады. Кеткен қыз төркіндегі болып жатқан іске араласпайды деп үйреткен анасының өзі амалсыз іштей тынады. Бір күні Айнагүл апа көңіл жасып қайтайын деп көрші кемпірге келді. Көрші кемпір салқын қарсы алды. Баяғыдай күлімдеп әй кемпір-ау демеді де әңгімені арыдан бастады. Иә, халдерің жақсы ма? Жүрміз өлместің күнін кешіп. Келін хабарсыз кетті ғой. Сол жаныма батып жүр. Немерелерімді сағындым. Барып алып келе ғой десем, Санатта қырсығып отыр. Келіндеріңді өздерің күн көрсетпей қуып шығып, енді несіне көгірсіп отырсың? Қызық адам екенсің, деп қойып қалды көрші кемпір. Не деп отырсың? Күн көрсетпегені нес? Оны кім айтып жүр? Келіннің өзі айтты. Бір-екі рет үйге келгенде қуып шығыпсың. Қашан келіпті? Шатасып отырсың-ау. Мен сол келінді үйге келтіре алмай жатқан жоқпын ба? Өткен жолы есігіңнің алдынан көргенмін. Кеш қараңғысы қоюлана бере қақпа алдында тұр екен. Кірмейсің бе дегенімде үйге кіргізбей тұр деді өзі. Дәл қай күні екені есіңде жоқ ме? Әрине, абысынның үйіне беташарға барып келген күні, өткен сенбіде. Айнагүл апа бірдеңе есіне түскендей орнына атып тұрды. Жақсы, рахмет, шәйіңе, кейін келермін, деп асыға басып шығып кетті. Үйіне келіп мусор тастайтын шұңқырға қарай адымдады. Жексенбі күні есігінің алдын қақпаның жан-жағын тазалағанда қиқындалып қырқып тастаған бір ер адамның футболкасын тауып алып еді. Ойында ештеңе жоқ, мусорға тастай салған. Енді сол есінен кетер емес. Мусор тастайтын шұқырға келіп қараса ештеңе жоқ. Шалы бәрін өртеп тазалап тастапты. Үнсіз үйге қайтты. Есінен кетер емес. Неге қақпа алдында жатыр деп ойлап еді сол кезде, бірақ келіні туралы жаман ой мүлде ойламапты. Ертеңіне күн ұясына батарда келіні тағы келді. Және ешкім байқай қоймайды. Осы кезде көрші кемпір тағы көшеге шықты. Келінді көріп жанына жетіп барды. Әй, шырағым-ау, үйге кіре алмай тұрсың ба? Айнагүл ондай қатал адам емес еді. Болмаса мен кіргізейін, жүре ғой. Жоқ, қажет емес. Егер қиын болмаса, мына затты қора жаққа апарып лақтыра салыңызшы. Бұл не деді көздері шарасынан шығып кемпір. Жай әншейін, сөмкемен іш киімдер ғой, осы үйдің күйлерін әкетіп қалыппын өткен жолы. Жарайды онда, деп кемпір үйіне қайтты. Үйге келген соң көрші кемпір біраз ойланып отырды. Сөмкені ашып көргісі келді. Бір жағы кеш киімдер деген соң жиіркеніп қалармын деп тек ойлады. Ертеңіне таңертең ерте тұрды да үйдің артқы қорасына көрші үйге қаратып сөмкені іліп қоя салды. Арада 3-4 күн өткен соң Санаттың отбасы өзгере бастады. Біресе Санат, біресе әкесі қайта-қайта мазасыз кетіп, жұмысқа бара алмай жатып қала беретін болды. Кейде тіпті қатты ауырып қалатын. Сапсау адам қалай аяқ астынан ауырады, мүмкін суық тиді ма екен деп ойлаған Айнагүл апа жедел жәрдем шақырды. Олар еш кінәрат таппай, тек ағза әлсіреген деп бір-екі дәрумендер жазып беріп кетті. Жедел жәрдемді көрген көрші кемпір жағдай сұрауға үйге кірді. Мән-жайға қанық болған соң аз-маз ойланып отырды да әлгі сөмке есіне түсті. Дымын білдірмей сытылып шығып кетті де үйді сырт айнала барып қараса қорада әлгі қара сөмке әлі ілініп тұр еді. Бар ойы бәле-жала осы сөмкеде ме екен деп Айнагүл апаны шақырып келді.